Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Менің атым Байгүрша Самал Сәлебаевна, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы мақал-мәтелдердің маңызы 9 сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Авторлық бағдарлама 9 сынып оқушыларына арналған мақал-мәтелдердің маңызы, қолданбалы курсы оқушыларға сөз қадірін меңгерту, мақал-мәтелдердің тәрбиелік мәнін ашып, қолданыс аясын анықтау, өзара айырмашылықтарына көз жеткізу, халқымыздың баға жетпес асыл мұрасын оқушылар арасында дәріптер мақсатында жазылған. Авторлық бағдарлама білім алушылардың ақыл ойына, сөйлеу тілінің тапқырлығына, ойдың ұтымдылығына үлкен үлес қосады. Авторлық бағдарламамның мазмұны түсіну хаттан, тұрақтылау бөлім, нормативті бөлім, ақпараттық әдістемелік бөлім, оқытуды ұйымдастыруға арналған әдістемелік нұсқау, қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Қолданбалы курсының мақсаты мақал-мәтелдердің маңыздылығын меңгерту және теориялық білімді ұғындыру, оны өмірде қолдану арқылы тиянақтылау. Дебат, пікірталастар өткізу арқылы оқушылардың сауатты сөздік қорын молайту және пәндік іскерліктерін дамыту. Мақал-мәтелдердің маңызын түсініп қана қоймай, сонымен бірге оларды іс жүзінде қолдана білуге үйрету. Оқуды өмірмен тығыз байланыстыру, кәсіптік бағдарлау мәселесін шешу. Оқушылар өз бетімен белсенді жұмыс істеуге және ізденуге үйрету. Оқушылардың білімдері мен дағдыларын берік қалыптастыру, логикалық ойлау қабілеттерін қалыптастыру. Міндеттері: оқу тәрбие үрдісіне жаңа педагогикалық технологияларды енгізу, баланың дара тұлғасын, танымдық тұлғасын барынша дамыту, мақал-мәтелдердің ерекшеліктеріне талдау жасау, қолданыс қызметін саралау, мақал-мәтелдердің ұлттық танымдық қызметін ашу. Шығармашылық ізденіс арқылы өзін жетілдіруге қабілетті болуға тәрбиелеу. Өзектілігі: оқу тәрбие үрдісіне жаңа педагогикалық технологияларды енгізу арқылы оқушылардың білім сапасын арттыру, өз бетінше ізденуге үйрету. Күтілетін нәтижелер: оқушылар әдебиет ғылымының негізін меңгеретін болады, теориялық білімді ұғынып, оны эссе жазу барысында тиянақтап, пәндік іскерліктерді дамытады. Алған білімдеріне сүйене отырып, шешендік өнер дағдысы қалыптасады. Пікірталаста өз ойын анық, нақты жеткізіп дәлелдей алады. Оқушылардың бәрі бірдей өз ойын мақал-мәтелдер арқылы сауатты бейнелеп айтады, немесе жазып бере алады. Мақал-мәтелдер, қанатты сөздер мен даналық ойларды өз тарапынан іс жүзінде қолдана алады. Уақыттың тығыздығына байланысты енді сонымен қатар бізде қолданбалы курсқа арналған менде жұмыс дәптері бар. 34 сағатқа берілген, сол 34 сағатқа 34 түрлі тапсырмалар бар. Мысалы қарасаңыздар, дидактикалық материалдар, мақалдың жалғасын тап, келесі тапсырмада түсіп қалған сөзді тап, келесі тапсырмада мақалды екінші бөлігімен сәйкестендір. Осындай 34 сағатқа 34 түрлі тапсырма жұмыс дәптеріміз бар. Сонымен оқушылар жұмыс жасайды. Мына жерде суреттерге қарап мақал-мәтелдер құрастырады, айтады. Әртүрлі тапсырма, солардан сіздерге үзінді қойдым. Пайдаланған әдебиеттер. Енді қорытындылап кетейін. Қорытындылай келе мақал-мәтелдер қазақ халқының рухани мұрасы, мәдениеттің ажырамас бөлігі болып табылады. Бұл сөздер мен сөз тіркестері ғасырлар бойы қалыптасып, ұрпақтан ұрпаққа өтуде үлкен рөл атқарады. Мақал-мәтелдер адамның өмір тәжірибесін, болмысын, дүниетанымын, қоғамдағы орнын бейнелей отырып, тіл мен әдебиет саласының ерекше құбылысына айналады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Сөзді келесі әріптесіме беремін.